Отандық танымал әнші Гүлнұр Оразымбетова желіде бар дене сымбатын паш етіп, ерлер қауымын өзіне қаратты. Көпшілік екі баланы дүниеге әкелген 40-тан асып кеткен өнер иесінің мінсіз мүсінін осындай қалыпта сақтап қалғанына тәнті болған. Гүлнұр Оразымбетова Instagram парақшасында дәлізде жүріп келе жатқан видеосын жариялап, ойламаған жерден желідегілердің қызу талқысына қалды. Бейне жазбадан эстрада жұлдызының жылтыраған әрі денесіне қатты жабысып тұратын қара түсті көйлек киіп алғанын байқауға болады. Шоу-бизнес өкілі музыка қосылған бойда кәсіби сән бикелер секілді подиумда жүріп келе жатқандай кейіп танытады. Өнер иесінің аталмыш видеосы желідегі барша ер адамдардың назарын аудартты. Азаматтар Гүлнұр Оразымбетованың 40 жастан асқан шағында осындай мінсіз мүсінге ие екеніне тамсана қараған. Олар екі баланың анасы бола тұра талдырмаш дене сымбатын сақтап қалған әртіске деген мақтау сөздерін жаудырған. Отсыз. Ең мықты адам ол сізсіз. Сұлусыз. Ақылына көркі сай Гүлнұр. Сізді қатты жақсы көремін. Ғашық еттің өзіңе. Гүлнұр фигураң сондай әдемі, жүрісің бір бөлек. Екі баланың анасы бола тұра осындай талдырмаш денеңіз болуы керемет. Фигураңыз от, құдды жас қыздай. Сізге қарап жасыңыз 40-тан асып кетті деп айтуға қимайсың. Ешкімге сыр бермеңіз. Дұрысы сол. Не болса да шешетін өзіңіз. Мықты болыңыз, деп жазуда көпшілік.